Бәріне сәлем достар, сіздермен бірге Лео Кезі. Құдырпашы. В общем, Атыраудамыз. Бұл Дефюз компьютерлік клубы. Біз қазір Құрманғазы 5 мекен жайында тұрмыз. Бұл компьютерлік клуб Афиш Атырау жазылушыларының ойы бойынша 2025 жылғы ең мықты компьютерлік клуб деп саналған екен. Соның қаншалықты рас екенін біз сонау Алматыдан ат терлетіп, Құмар екеуміз бірге тексеруге келдік. Шолуымызды бастайық. Кірген кезде бізде оң жақта неоновый вывеска, жаным я в компах деген жазуымен, және мына жерде не ғой, CS-тағы меню, былайша айтқанда арсенал. Әрмен қарай бізде ресепшн, оң жақта бізде сусындар, жалпы геймерға керек бүкіл заттар бар. Жоғарыда информация, қандай бөлмелер бар екен бұл компьютерлік клубта, қандай характеристика, девайстар, мынау бағалары, одан бөлек акция, скидка, тағысын тағы. Ақпараттық жалпы жер. Ресепшнді өлтіріпсіңдер, мына жақта картинка барлығы әдемі екен. Тек бір ғана сұрақ, мынау жоғарыда тұрған девайста тұрған, мынау Суперлайт, тағысын тағы солардың ішіне бар ма әлде жай ғана? Олар ішке қойылған девайстардың коробкасы, олар сатылымға ішіне тұрған жоқ, былай реклама үшін қойып қойды. Түсінікті. Так, ең бірінші бізде main, бұл общий зал деп аталады. Жалпы 10 компьютер бар екен. Девайстарын шолып кететін болсақ, бұл жерде бізде тінтуір мышка, бізде MCOS компаниясыныкы екен, наушник Cloud 3, HyperX, клавиатура Varmilo, Asus монитор 280 Гц, және общий залдағы қазір біз орташа FPS қанша көрсететінін тексеретін боламыз. Ойын креслосы бізде DX Racer, общий залға обидно сияқты негізі мындай кресло. Так, бізде тест бітті. Высокий настройкада орташа FPS общий залда 291 көрсетті. Бұл жақта процессор бізде Intel Core i5 12-ші поколение. Жалпы қазір мен білетіндей, жалпы Алматыда көптеген компьютер клубта енді 90%-тің жоғары AMD Ryzen қояды. Бұл жақта да негізі AMD Ryzen процессор бар. Жартысы AMD Ryzen, жартысы Intel. Және одан бөлек айтып кететін жағдай. Кондер, вытяжка общий залда нормально, қазір салқын, душный емес, может быть, аз компьютер болғандықтан. Достар, Казеран сайтында краш, апгрейд жасап, немесе қарапайым кейс ашып, немесе кейс батл сияқты режимдарды ойнап, Counter-Strike 2-дегі инвентарларыңды дамытып алсаңдар болады. Сайтта жақында ғана аяқталған Кёльн мейджорының кейстарын қосты, одан бөлек қазіргі уақытта әлем чемпионаты болып жатыр футболдан. Олардың да кейстары бар, кез келгеніне кіріп, ашып бақтарын сынап көрсеңдер болады. Футбол демекші сайтта Трампқа гол сал деген режим қосылған, пенальти теуіп көрек, мен сол аяқтың көбінесе оң жақ төменгі бұрышты тепкенді жақсы көрем. Бам, гол. Міне осылай голдарды салып, астындағы құнды сыйлықтарды ашсаңдар болады. Толықтыру кезінде Leo KZ деген промокодты қолдануды ұмытпаңыздар. Ол сіздерге арнайы 3 түрлі бонус береді. Біреуі 8%, біреуі плюс 11%, үшіншісі плюс 15%. Барлығы экранда тұр. Казеран сайтының сілтемесін осы видеоның сипаттамасына қалдырып кетем. Бақтарыңды сынап көрсеңдер болады, бірақ қатты кіріп кетпеңдер. Так, біз әрмен қарай кіреміз. Мына жерде бізде коридор, мынандай бір мини ойындарды ойнауға болады. Бұл демалыс күндері, сенбі, жексенбі күндері компьютер клубта орын болмаған кезде, сол кезде күтіп отқанға арналған керемет жер екен. Одан бөлек көптеген мини ойындар бар. Мына жерде қайтадан сол девайстардың қорапшалары, одан бөлек тіпті кітап оқуға болады екен. Мысалы, біреуі мына жерде Пауло Коэльо дейді, Заир деген кітап. Қаншалықты кітап оқиды геймерлар? Бұл жерде кейбір бөлмелердің аты CS2 ойындағы скиндердің атауымен аталған. Мысалы, соның біреуі Print Stream деп аталады. Ішінде бұл бөлменің 5 компьютер бар секілді. Адам толы, енді неше етпей қоямыз ау деп қоям. Тура сондай бөлме, бірақ Азимов деп аталатын бөлмеге келдік. Бұл жерде айтып кететін жайт, есік кодовый замок орысша айтқан кезде басасың, кішігірім картаны, комнатаның іші Азимовпен оформлениясымен жасалған. Айтпақшы бияқа аяқ киім шешіп кіреді. Үйдегідей ғына, қарашы, сол жақта аяқ киім қоятын жеріне дейін бар. Киім ілетін, тіпті ложка, прикинь, біріншес көптің клубта ложканың тұрғанын. Так, бұл жақта да 5 компьютер, жалпы Азимовтың дизайнымен, мынандай кино қарайтын жастықтарына дейін бар. Отыратын жер, тамақтанатын жер, жайнамаз тұр ғой тіпті. Егер намаз оқимын десеңдер, мына жақта енді официантты және операторды шақыратын кнопкасы да бар екен. Тағы да бір қызықты зат, Атырауға келген кезде маған өте көп подписчиктер жазшы, масаны улайтын дәрі алып бар, масалар айырады деп. Мынау масаға қарсы арналған құрылғы біреу, одан бөлек тағы да екіншісі бар, ол астыда орналасқан. Маса кіре ма не ішке?
бұл жаққа. Кресло игровой DX Racer, Азимов түрінде жасалған, клавиатура HyperX, мышка Logitech, розовый түсімен, коврик SteelSeries, монитор Asus 280 Гц и трехразовый зарядка бар Asus, Type-C-дікі де бар, iPhone-дікі де бар, Xiaomi-дікі де бар екен. Короче, зор. Келесі бізде ол әжетхана. Ішінде екі бөлме бар. Енді оны әрқайсысын бүйтіп көрсетпей қойып, автоматын қосып кетті. Главный тазалық. Келесі скин бөлме бізде тағы да біреу, ол императрица деп аталады. Қабырғада, мына жақта да, мына жақта да боялып тұр. Бұл жерде айырмашылық бағанағы румдардан қарағанда девайстар, DX Racer, ойын креслосы тура мен үйімде осында кресло тұр. SteelSeries коврик бізде, Superlight 2, клава бұл жерде басқаша екен. Бұл бізде Jazz клавасы. Cloud Alpha, беспроводной наушник. Бұл жерде монитор да бөлек 360 Гц. Asus-тікі. Және біз қазір орташа FPS қанша көрсететінін көретін боламыз. Орташа FPS бұл жерде императрицада 551 дейді. Бұның барлығы Full HD және жоғары баптаулармен. Келесі бөлме ол дотерлерге арналған Invoker деп аталады. Ең маған ұнаған қызықты бөлмелердің бірі. Бұл бөлмеде 3 орын бар. Dota ойнайтындар болса біледі. Invokerдің нелері ғой, скиллдары деп айтамыз ба? Квас, Vex, Exhaust деп аталады. Квас даже суреттерде міне квас голубой цвет. Дұрыс па? Мынау енді фиолетовый, күлгін цвет. И мынау Exhaust негізі сары, бірақ оранжевый. Оранжевый ойған екен, сары ойғанда енді четко кететін. Или оранжевый еді. Маңызды емес, короче. Бұл жақта 3 компьютердің девайстары да бөлекше бұл жерде, мысалы. Енді клаваны қатты шарет етпеймін, көбінесе китайский компаниялар бар. Біреу Ajaz, біреуі VGN, сонда сияқты мықты тіпті тінтуірінің өзі под цвет жасалған. Мысалы, мына жерде көк тінтуір, қандай да бір клава танымадым. Мына жақта енді уже басқа клава, күлгін түсті под цвет. Мына жақта тура дәл солай Exhaust-тың түсінде оранжевый цветтегі клавиатура. Идея вообще негізі ұнады маған. Мыналар кімдер зайым. Походу неге отыратындар сияқты, дотерлер сияқты, бутылкаға отыратындар сияқты. Мен сендерге қазір бұл ком-клубтың ең мықты, жалпы бөлмеде не жоқ деген сұрақ мені мазалап жатыр. Мына кіреберісте үлкен монитор, астында оның PlayStation 5, мына жақта кітаптар, мини ойындар, мусор жәшігі, мына жақта диван, декорация, кондер, мына жақта да кітаптар, стример отыратын жер, 2 монитор, біреуі 500 Гц, екіншісі 360 Гц. Бұл жақта Super Strike 2 тінтуір көріп тұрмыз, SteelSeries ковригі. Как, мынау бізде Cloud Alpha Wireless, беспроводной. Сосын комптың өзі міне, стрим жасаймын десе веб-камера тоже дайын. Микрофонымен мынау HyperX Solocast кішкентайы. Мен қарашы не көріп тұрмын яқты. Алып көруге болады ғой, алына ма? Алынбайды ма? Бұл не ағашымен жасалған ғой? Сол румда егер Super Strike жаңадан шыққан мышкаға әлі үйренбей жатқандар болса, оны мына жақтан немесе Superlight 2 DX-қа алмастырып алса болады. DX деген негізі оң қолдарға арналған мышка и Superlight 2, бұрынғы версиясына өздері таңдап қойса болады. Мини-холодильник мына жерде, жайнамаз тұр. Мынау не еді біздер? Киім летіне вешалок. Үй ғой үшін бір бөлме ғой негізі. Үстел бізде динамикалық үстел екен. Биіктігі өзіңе ыңғайлы етіп қоясың. Негізі көбінесе 80 сантиметрді көбісі қолданады. Сосын әрмен қарай кресломен, ойын креслосымен барлығын уровень қойдырып аласың. Бұл жерде бізде кресло антасид екен. Прикольно негізі, болашақта осындай үстел алу керек маған. Жалпы қорытындылай кетсек, Diffuse компьютердің клубы жаман емес, жақсы. В основном мынаған заттары ком-клубтың өзінің жеке бір фишкалар бар екен, осындай бір мини ойындар уақыт өткізуге. Әсіресе ең қатты ұнағаны ол Solorум стримерлерге арналған. Кейбір заттарды шыны керек бірінші рет көрдім. Жалпы Атырауда енді былтырғы жылмен салыстырғанда енді келісуге болады, мықты ком-клуб екен. Айтпақшы, осы ком-клубта бізде акция болады алдағы уақытта. Ол акцияны білгілеріңіз келсе, Инстаграмға өтіңіздер, сілтемесін осы видеоның сипаттамасына қалдырып кетемін.